Сәлеметсіздер. Мен Үмбетал ауылынан Зағишамын. Мен 66 жастамын. Мен осы астмамен 10 жылға бойы ауырдым. Менің диагнозым Хобл. Алдында менікі болған аллергический ринит. Аллергический ринитпен мен алдында 5 жыл ауырдым. Одан кейін аллергический ринитті ауысты астмаға. Диагноз Хобл. Постоянно мен жүретімін. Эйфолин и сальбутамол. Сальбутамол менде постоянно қалтамда, сумкамда. Енді кім ол ауырды, оны біледі. Эйфолин, дексаметазон, постоянно преднизолон. Мен деген 100 килодан асып кеттім. Жүре алмайтым, ентігіп. Уже маған почти приговор. Алматтағы 6-й поликлиникада учетта тұрдым. Там постоянно сол жерде тексеріліп, сол жерде ай сайын мен система алам, ай сайын дәрі алатым сол жерден. Енді мына благодаря мына магний водородқа осыдан август айында танысып, август-сентябрь айы 2 ай болды ішкенде, 2 айдан кейін емес, 1 пачкадан кейін уже маған дышать легче болады. Даже 10 күннен кейін я начала нормально дышать. Врачтар не деген түрлі дәрілер ішті, не деген лечение алдым, ешқайсы көмектесін жоқ. 10 жыл мен астма болдым. Бронхиальный астма деген енді кім ауырды ол біледі. Постоянно сальбутамол, постоянно аэрозолмен жүретімін. Енді міне рахмет, мен даже сенген жоқпын, что именно осы сенбей іштім, бірақ та 2 пачкадан кейін мен спокойно, қазір еркін рахаттан демалам. Өйткені мен түнде де демалайтын, күндіз де демаламайтын. Енді міне 1000 рахмет. Алдымен Құдайдың ісі дейміз ғой, Алланың ісі бұл себепші. Міне 1000 кімде астма болса, ойланбай, ешқандай күмәндамай ішуге ақыл айтам бәріне.